Қостанайда шенеуніктер Ахмет Байтұрсынов туған тарихи үйді сырып тастады. Қазір бұл жерде ауыр техниканың ізі ғана қалды. Халық ағарту ісінің 150 жылдық мерейтойында кірпіш үйді қалпына келтіру туралы шешім қабылданды. Ескі іргетіс орнында мердігер құмбылық қабырғаларын тұрғыза бастады. Олар сапасыз болып шықты. Жергілікті тұрғындар мәдени нысанның неліктен жермен-жексен болғанын түсінбейді. Облыстың киелі картасындағы нысан бір ай бұрын бұзылған. Құрылысшылар тіпті бастапқы іргетасын да сақтай алмады. Оны 13 жыл бұрын жергілікті тұрғындар ескі іргетасының орнына салған. Олар да жағдайды бақылап отырды. Шатырды әктеп, сырлап, жамап тастады. Қазір бұл жерде ауыр техниканың ізі ғана қалды. Мынау арада Ахметтің бұрынғы үйінің ізі болған. Фундаменті бұның қарашымнан, кесектен салынған еді. Міне, қарап отырсаңдар, жобасы осы жерден. Мынау арада пешпен бөлінген еді. Сол пешпен бөлінген бұрышта біздің Ахмет атамыздың үйіндегі әжеміз осы жерде Ахмет атамызды дүниеге әкелді-ау деп өзіміз ойлайтын едік. Астан-кестеңі шықты. Ізі де қалмаған, дымы да қалмаған. Ең соңғы Ахметтің өзімізде бар ескерткіштен айырылып қалып тұрмыз, деді Ахмет Байтұрсын ауылының тұрғыны Жақсыбек Әбдісалық. Байтұрсыновтың үйін қалпына келтіруге бюджеттен 22 миллион теңге бөлінді, бірақ құрылыс тоқтатылды. Алматылық мердігер жұмыс істеген материал қабылданбады. Шенеуніктердің айтуынша, жергілікті тұрғындар үйді өздері бұзуды сұраған. Бұл туралы жиындарда талай рет айтылды. Екі ауылдың тұрғындары үйдің апатты жағдайда екенін айтып мәселе көтерді. Аудан, облыс әкімдеріне жүгінді. Сондықтан біз осындай шешім қабылдадық, деді ауыл әкімі. Осы кездесулердің нәтижесінде Ахмет Байтұрсынұлы туған үйдің орнына мұражай үй салудың жаңа жобалық құжаттамасын әзірлеу туралы шешім қабылданды. Тұрғын үй қайта салынады. Аудан әкімдігі жаңа мердігер іздеуде. Жобаның құны 37 миллион теңгеге дейін өсті. Жоба бойынша 149 шаршы метр. Тұрғын үйді музей үйі етіп қайта қалпына келтіру керек, деді. Шенеуніктер мердігерді таңдап жатса, жергілікті тұрғындар Ахмет Байтұрсынұлының туған ауылына кіреберістегі кесененің құрылысын аяқтап жатыр. Ауыл тұрғындары 10 миллион теңге жинап, ескерткішті өз күштерімен тұрғызып жатыр.